Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, мен атым Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Кеше амандасып ұмытып кеттім ғой. Бүгін екінші күн. Кеше келдік негізі балық аулауға. Мықты балық аулау болып жатыр. Қазір көресіздер не болған. Короче, мынандай болып жол салып жатыр. Өлең қосып кеттіңіз. Мынандай қараңыз. Мында жерге кіріп жатырмыз. Қамыстың арасына. Қамыстың арасына джунгли лау болады қазір. Иә, сәл былайға кеттік жөн. Мынандай жағдай. Қамыс. Ана қамыстың арасына кіре алмаймын ғой, Хотя мына жер мынандай болады. Су басылып кетсе қазір. Осыдан кірдік ой деме. Ары қарай енді бара алмаймыз машинамен. Кәне жолды көрсетіп жіберейін қандай екен ары қарай. Кішкене артқа берейік. Ошы мынандай міне. Джунгли таза. Мынандайға міне. Мына біз өзіміз салдық жаңа, мынандай біз болған жоқ. Қараңыз. Бәрін аяқпен шауып. Бұрын мынандай болған мынандай. Аяқпен кесіп осылай. Жүре берсең су шығады алдымыздан қазір. Бүгін бізде таза сондай өте қызық. Өзіміз жол жасап алдық мынандай қылып енді. Мындай жол болған жоқ. Міне. Хоппана дейсің де. Яққа су басталады. Осы жерден түсіп кетеміз. Арғы бетіне шығып аламыз. Арғы бетінен бері қарай лақтырамыз. Так, мына неше метр? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 30, 31, 30 метр екен. 30 метрдей. Ошымдан бәрін тасып атып. Қайықпен кішкене жолды кеңейтіп алдым. Мынандай болады жағдай. Міне бұл құралдарымыз. Мына жерден түсеміз. Арғы бетке. Ошымнан тасып атырық бері қарай. Фарабияға ар жақта. Заттарын бәрін тасып атырық. Мына жерге жаңа 5 литрлік су кіріп кетті. Тау алу керек. Шым жағдай солай. Ал достар, біздер балық аулауды бастайын деп жатырмыз. Ана қора ағашын ағашпен, мына қораған ағаштың арасына мінеуір жүгеріні қазір саламыз. Қазір мен барып жүгері салып келем және тереңдігін өлшейтін болам. Мына жер ошым 2 аттасаң бітті. Примерно анау қайықтың ескегіне жете алмадым ма бүйтіп тыққан кезде. Терең екен. Арғы беті де солай. Ошым біздің мақсат бүгін негізі сазан аулау. Мына жерде сазан болу керек. Иісі шығып тұр деймін ба? Иә, иісі шығып тұр. Ал кеттім мен достар. Так, шетінен 1 метр бері қарай өлшеп көрейік. Ағысы ондай қатты емес екен қайта. Осы мынау қай жерде сұрамаңыздар, мына жерді табу өте қиын. Айтып түсіндіре алмаймыз бұл жерді. Картада жоқ бұл жер. Бір. Нормально. 2 метр почти. Осы шама ма? Мына шама да? Болды, көреміз ал.
Бүгін бізде мастер-класс сазан аулаудан. Басқа балық бізге қызық емес. Сұлу ма? Ну? Иә. Бәрін сал жүріп, түгел салсын. Су емес пе? Көрейік, болар. Қалды машина? Бітті. Түңкере сал бәрін. В общем, карповектер сияқтынан бірінен бір салып жүрдік. И то аз деп қоямыз оны. Тағы бір көн қосамыз, бисмилля. Кеттік. Бүгін мен крутой қармақтарға ойнаймын. Мына қараңыздар. Ойбай. 3.60 дейді. Мынандай қармақ. Мынандай. Black деген. Мына екіншісі ма? Ошым крутой қармақтар. Любой балықты алып шығады деп тұрған. Қазір катушкаларын салып тұрып дейміз. Ана бір қармақ тұр. Маған бірден түсті. Не салып едің баса, кукурuz ба? Жоқ, не, жымылдық қой. Күрішекті ештеңе жоқ, е? Ауыр ма? Жоқ. 5 шаранда. Некі шығар? Қарайс? Жоқ, но карп қой. Карпянық па? Е, карп ұстап алғансың. Қараңыздар мынандай карп. Карпянық, е? Мұрты бар. Өмірде бірінші ұстап аттым. Маған жіберем енді. Сәл кішкентай екен. Қарайс болса алуға болар? Мына жерде карп бар екен, қараңыздар. Все, давай. Кетті. Әшейін қармаққа ұстап алдым ғой мен. Жұмыс кетіп қалған ба? Кетіп қалған, Но күшті болды ғой. Мынандайға түсті міне, жасылға. Бұл қандай? Дунаевка ма? Жоқ, мынау Қазақстандікі. Дунаевті өткенде мен бір Дунаевтікін алғам, олардікі деген некен? Тез еріп кетеді. Мынау ебей су. 5-6 сағат дейді. 400 грамм карп сазан карась дейді, дұрыс. Ол 5-6 сағат неге шығар? Ағыс жоқ жерлерге шығар. Мүмкін. Ағыс жоқ жерлерде болуы мүмкін. Жұмсақ мынаған, бірақ тесігі жоқ. Мен кружоктың өзін тығып жібердім. Оршым достар, мен мынандай нәрсені сатып алғанмын. Мынандай бар. Мынандай бар. Сосын мынандай. Салатын бол. Мынау сам жүгерісі дайын тұр екен. Біріншіге осыны салып қойын, 60 грамм дейді. Ошым мынандай флет дейме бірдеңе дейді, мынандай болып шықты ошым. Әлі ақтырама. Ал. Бірінші кетті ал. Кәдімгі қоңырау. Но ұзын екен қармақ, ойбай. Ұзын болғанда кәдімгідей ұзын. Мынауым несін жек беттіген сияқты. Тұра берсін бірақ әзірше. Так, келесісі. Бірден бар да. Бар ма? Ну жақсы ғой. Карась қодан но? Жоқ, карпик. По-моему, карпик сияқты. Карпик. Мұрты бар мын. Ой, бақсы. Нормально, но. Опа. Бірдеңе барым да. Жоқ. Анаған түсіп жатыр. Анаған түсіп жатыр. Опа, мұнда точно бар. Мен камераны істеп қалды. Бар.
Нормально бірдеңе келе жатыр. Бастамасы жаман емес. Екі міне. Екі ғой. Біреу ес. Біреу карпеміз, да? Ошым достан. Дуплет. Екі балық бірден түсті. Мынандай аққайран, оны жібереміз. Карпемізді пока салып қояйық. Мынау нормально, үстіне түсті мына. Мынандай қара. Хо-хо-хо! Бұдан үрірегі түссе, бұларды жіберетін боламыз, түспесе. Өздерінен көрсін енді, онда бізге түскас болады. Қайран жер. Екеуі немен түсті, бірге түсті ғой. Мынаған жана не істеген? Үлгірмей атырып жат. Үрілік бәтір негізді? Басында сәркіттей болды. Бар екен ғой шынандай балықтар. Фарабияған кәдімгідей босатып жүрді. Патсақ шығарып қой керек сияқты. Мен анау мықты катушкалар екен. Ой! Қап-қара ғой мынау. Мынау қап-қара ғой. Мынандай. Қара балық қой мынау. Қара карп. Бұндай да болады екен. Мәссаған. Қара сазан. Соны айтам, қара сазан деген бола ма? Сазанчик. Мына катушканы қарасаңдар. 9 мыңдықтар бар. 9 мыңдық па? Мына күшті нәрсе екен, пиқыл деп. Босатып жіберді. Мен бір қармағымды алып жейтін сияқты, мешеттетін сияқты что-то. Не? Неше қармақ тұрсың, үшеу емес пе? Анау мен төртеу ғой. Емел тұра берсін. Адам өссе как күшті болар еді. Бәрі что-то 500 грамм тұтпа да? Килоға дейін ғой. Не қап-қара екен? Білмеймін. Қара сазан. Соқсам қара сазан. Әзірге салым берек, садап кең, өлмейді. Опа! Қарғылықты? Жоқ, ма, яз ғой. Қайран. Ала тұрайық. Сорпа пісірсек. Балық сорпасын пісірсек керек боласың. Мынаны лақтыра алмай жатыр мен. Мынандай ақ қайран. Ана кеткен кеткен. Мынауың кет қой. Мынауың тартпатын мен мына. Колокольчиктарын сылдырламайды екен. Мынау ұят енді, мынаны жібереміз. Жібере сал яғын. Сондай бақтарды жібереміз біздер. Сонымен достар, күн жел тұрып кетті. Біздер мұны Нұрадан, Нұра өзеніне мынау жерден біздер сазандар аулап жатырмыз. Біреу сазан дейді, біреу карп дейді. Қайықтың үстіне жатып ұйықтап алған соң сағат 1 болып жатыр. Так, мына жерде Фарабияға өте қызық нәрселер істеп жатыр ар жақтар. Немен аулап отыр, кішкентай қармақпен қолға. Мына жерде біздің балықтарымыз. Екеуі ұстап тастаған. Қазір көрейік қандай балықтар бар екен. Опа! Жағдай мощный болып жатыр достар. Сіздер каналға тіркеліңіздер, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен өмірімде бірінші рет ұстап жатырмын осы балықты, сазанды. Нұрадан вообще ұстап көрмеген. Осы өзіміз қызық болып кетті. Именно осы сазан аулауға келдік қой. Сазан бар ма, мен ұстап көрмедім. Барлығы бар дейді. Осы кәдімгі дайындалып, соның заттарын алып, мынандай жүгері, және мынандай макуха деймін, мынаның бәрі Қазақстаннан жасалады екен. Ебису дейтін компания. Осыларға түсіп жатыр, ошым айтқан кезде. Үлкендері түскен жоқ әзірше. Мынандай нелер бар айтпақшы. Поп-ап, мед пен мынандай тигровый орех и мынандай кукуруз деген нәрселер. В общем,
кішкене карпетникпіз ғой. Көргендерімізді істеп жатырмыз. Опа. Қара сазан. Мынандай қара сазан. Мынандай балықтың етін кесіп, тірі балыққа лақтырып, осындай етке лақтырып қойын жатыр мына жаққа. Мына тұстығым қап-қара. Жо, еш шықпайды. Қайден қарайып қалған. Мынандай балық. Карпик. Мынандай балық. Мұрты бар. Бұл қарас емес. Бұл тұқыш. Торман дей ма, не дейді? Сондай балық. Мықты. Мінекей. Үлкен жері қайдасыңдар? Дауыс дұрыс естіле ма, білмеймін, жел болып жатыр. Сағат неше болып жатыр шамамен? Сағат? Іште 10 кетті, жағдай осы. Мына екеуінде ет тұр. Мынада жүгері тұр. Мында да жүгері. Мыналарда андай не тұр? Макуха дейді. Макуха дегеннің қазақшасы қалай? Макуха деген қандай сөзден шыққан екен негізі? Ошым сондай бірдеңе. Қатырылған жемтік деп қоясың. Шымдан бірден болады. Қараңыздар. Бух! Берген! Кетпе! Кетеді. Жарайды. Оған да бір мүмкіндік. Қайсы анау ма? Пик көтеріп жатыр ана несін. Ән. Тартсам өзі шыға ма? Мынау деген нормальный бірді. Мына катушка ауыр болғасын ба? Мына күттей болып қой. Тартқан кезде кәдімгідей. Мына катушкаға арналмаған ғой мынау. Мен ана жеп-жеңіл ғой аналар, мен ойладым үлкен балық бар. Не мынау? Жек қойды сіздің еліңізді. Бірақ ана несі бар, стопыры. Мынандай балықтарға біздер сау бол дейміз. Мынандай балықтарға біз айтамыз. Сау бол. Мынау ма? Арнаны сүйреп көтеріп жатқан. Шай ішейін деп жатсақ? Мынаумен жақсы. Ана ұзын қармақтармен жеңіл шығады балық. Ана қысқа қармақтармен еш ана катушкасы екеуі бір-біріне сәйкес келмейді да сосын. Ой, анауын кетті. Мынау өліп алдым да. Ой, жақсы сазан. Іріленді ғой мынау кішкене. Мінекей мынандай. Мықты. Осыдан сәл іріленсек, былай сосын. Түсті. Оппа, бірден келе жатыр. Алабұға. Шортан! Шорта.
шортан. Охо, мынандай шортан. Бүгін мықты сорпа болайын деп тұр ал. Қарма. Ё-моё. Жоқ. Кетіп қалды. Аха. Ерке атыр ма? Колокольчик батып кетті. Ема, мықты бірдеңе болды мұнда. Мына батырайыныр ашық емес екен. Короче, достар, сіздерге қазір үйретейін ба? Кез келген мынандай судан қалай кішкентай балық ұстап алуға болады. Не істеу керек ол үшін? Бізге мысалы кішкентай балық керек. Тірі балық. Ол үшін не істеуіміз керек? Онда аламыз. Мынандай сачокты аламыз. Атсақты аламыз да, мысалы. Былай етемізге. Оба дейміз. Мінекей. Тірі балықтар сіздерге. Осындай тірі балықтар ұстап алуға болады. Лайфхак қолданыңыздар нағыраңызды. Мынандай тірі балықтар керек болса, егерде осылай ұстап алуға болады. Міне сосын осылай тірі балықтарды көндерін салып аласыз. Мынаудар деген қармаққа түспейді ғой, мынау деген. Балық сорпасы басталайын деп жатыр. Пияз бар, картоп бар, барлығы бар. Помидор да бар екен даже. Қазанымызды жағып алайық. Қазанды жағайық. Ішіне су құйайық. Қауып жатыр. Жер қойдың? Бұларды алып кеткен сияқты. Алла боға. Ертелік түскенде ұқыға салып жіберіп еттім. Күтті олап жаман не болады бұл? Мынандай балық. Опа. Мындай балық. Ошы мынандай светтер жағып қойдық. Тамақ ішейін деп жатырмыз мінекей. Маса қойып кетті, маса. Мына жерде біздің балық сорпасы. Балықтар арасында қандай көп. Сорпасы сәл аздау. Ошы мынандай тамақ ішейін деп жатырмыз. Жағдай осы. Біз мияқты тамақ ішіп отырсақ, Рабияға мияқты бірден ұстап алды. Кәнекей. Мынау жақсы ғой. Айттың ғой, түнде үрлері болады. Әне. Түнгі сазандар ақ екен, күндіз қарақ сазан болған. Судак шығар енді, түнде шорпан түспейді ғой. Ұстадым ба сені? Ұстадым ба сені? Көк серке. Ұстадым ба сені? Қандай көк серке түсті. Көк серке. Көзі жанып тұр екен. Мынандай.
Бар екен ғой мұнда да. Жел екен бүгін, е? Жел кешеде болды ма? Жоқ, сәл тәртен мынанда жел болмаған сияқты бірден. Сәл сосын барып көтерілді ғой. Сағат неше отыр? Сағат 7-тен кетті. 7-тен 5 кетті. Кешеде осында жақта, біз осында жақта басып қоя бастадық кеше. 7-тен 5 минут кетті. Ал бастаймыз. Опа. В общем, Фараби аға ана жерде асып жатыр андай. Балықтарға тамақ беріп жатыр. Таңғы ас. Ракета деген нәрсе. Хоп. Әне кетті. Ішіне жүгері салып, таңғы ас қышып алыңдар деп, андай болып келеді екен. Көрініп тұр ма? Қалай жағдай? Сәлем деп жатыр сіздерге. Сәлем YouTube каналы. Бол, жарайды, рахмет. Бір оятып қойдым. В общем, бүгінгі күннің бірінші бағалға түсті мінекей. Қара сазан. Мындай қара сазан деген. Дұрыс болып тасын алыпты. Мынандай түрі. Ассаламуалейкум, қалайсыңдар? Каналға жазыңдар, лайк басыңдар дейді. Бүгін бірақ кішкене бұлар қатты тартты, кешегідей емес. Сосы жақсы екен әдемі. Кеше атап ет тың деп сіміріп. Бүгінгі мүгіді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 гidі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 г
Байт ранер деген. Так, осы. Мынандай не бітті бізде. Мынандай бітті. Мен қалған андай немен көреміз. Жем сауытқа салып. Флэт фидер ма бір не жасап көреміз. Ана жерде тірі балықтарға екі не тұр қазір. Ауыстырып қоймам балықтарын. Так, сағат примерно 8:55. В общем, 8:55-те бірінші балық түсіп жатыр. Уху. Одан бұрын бір-екі рет түртті, биттік бірақ болған жоқ. Жай басталды, иә. Кеше бұндай уақытта біздер қармағымызды екінші қармақты қоя үлгере алмай жатқанбыз кеше. Кеше болып тұр, бүгін басқа деп тұр ғой. Опа. Мұнда бірдеңе бар. Оп. Қызымыз? Оп. Жақсыздан еді. Мына ақсазан екен. Мына уже ірі ғой. Бәсе тартысы бөлеге. Бүгінгі күннің трофейі ме? Міне бүгінгі күннің трофейі. Құм болып қалды енді кішкене. Бірдеңе айтқысы келіп тұр ма? Бір дыбыс шығарып отыр енді. Достар, менің мынандай балық түсті. Қара сазан. Неге қап-қара екен? Ассалаумағалейкум достар, лайк басыңдар. Мен Нұрада бармын, мені кеп аулаңдар, ха-ха-ху десеші. Мына камераны қосып үлгірмей жатырмын. Бүгін мыналар әлде екен кәдімгідей тарсылдатты. Мынандайға түсіп жатырмын. Кукуруз мынандай. Тигровый орех деймін сондай. Мётпен мінеке. Айттым, бұлар бүгін әлді. Кешегідей емес. Енді бір қарыпқа шығатын болсақ нені? Тағы бір упаковка алатын. Кукурузсыз жаңағы немен алатын болса? Қара сазан. Ол таза қара сазан екен. Қап-қара ғаны. Қап-қарашка. Андай қап-қара. Көріне ма? Бұл қарасы емес. Қарасының ағасы бұл. Аққайран. Салам алейкум, сау бол.
Сазанчик, сазанчик. Әппәрекелді болдық, әппәрекелді. Мінекей тағы да бір балық. Әппәрекелді. Әні. Рабияға да қарасын стат, менге қарасын стат. Мінекей. Әні. Лайк басындар, әппәрекелді деп қойындар дейді. Мінекей. Әні. Ішінде біраз балық бар. Балық біраз. Мықты болып атыр, мықты. Жел бар аздап.Ошын олып атқан нәрсеміз мынандай флот. Мына жеріне прикорнук салып атырық. Сосын мына жеріне мынандай шаш болыс дейді. Сосын кукурузбен нүйір орех па тигровый бірден. Мынандай крючок. Ұш. Жалпы солай. Жағдай. Саат 1:12 болып қоғам ба шаман. Да, 12 болып қоғам бұлар да? Саат 11:15 кетті. 11:15 кетті дейді. Аққайран деген бақ ұстайсың да бұлай. Хоп. 1, 2, 3, әппәрекелді. Кетті. Короче, достар, мына жерде бақыл қоқысты жинап өртеп жатыр. Мына жеген бір кәдімгідей шашып. Иә, бәрін өртеп жіберейік қазір. Мына жерде қараңыз қандай нелер жатыр. Қазір мен қолғап киіп алайын қолыма. Кішкене сәл болса да жинап өртеп тастайын. Мына жерге кәдімгі көп адам келе ме не бір. Жетеді қоқыс. Біздің де қоқыстар бар ішінде. Кетті бір 5 минуттың ішінде қоқыстың бәрін жағып жүрді. Жағаны тазартып шықтым. Болуы мүмкін, мына қалауға. Бар ма? Бар сияқты. Шотан шығар. Жаңа біріншісі алауға болды екен. Тістегеніңіз бар ма? Иә, басынан тістеген. Сонымен достар, видео аяқталды. Көбісі өткенде жазған балықтарını көрсетпейсіңдер. Міне балықтар. Мінекей мынандай. Оның ішінде бір судагымыз бар, және ішіне қайда кетті. Ошы мынандай балықтар түсті ғой. Сазан, сазанчик, торман, не деп атайсыздар, карп дейсіздер ме? В общем, керемет балық аулау болды. Сіздер міндетті түрде каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Мынаның ішінде де бар, в общем. Жетеді мына ішінде біраз балық бар. Все жақсы, келесі видео міндетті түрде қызық видео болады. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, мына жерде балық секіріп жатыр. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қақ өші өнеп кеткен сияқты кетті. Қаққа өші несек қалған. Все, мына балықтар қазір жинап аламыз. Жаға тап-таза. Мен сумкам қарғы өтке кетеміз.